Здравствуйте, ребята, саламатсыздармы, балалар. Мы продолжаем изучать раздел «В здоровом теле здоровый дух». Урок номер 50. Тема урока «Самое важное». Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Послушайте стихотворение. О чем оно? Өлеңді жаттауды тыңдаймыз, ол не туралы? Ликует весь народ, звучит, поет домбра. Весенний Новый год желают всем добра. Касымов. О каком празднике говорится в стихотворении? Что желают люди друг другу в Наурыз? Яғни балалар, сендерден бұл жерде жаттауды сұрап тұр. Қандай мереке туралы айтылып жатқандығы және адамдар бір-біріне Наурыз мерекесінде қандай тілектер айтады. Мысалы үшін қарасаңдар, мына жерде юрта бар, иә? Алты бақан теуіп жатыр адамдар. Домбырамен өлең айтып отыр. Мұнда столдың үстінде не тұр? Тамақтар, бауырсақ, қымыз, қымыран, барлығы тұр. Яғни бізде упражнение номер 1, яғни бірінші тапсырмамызда бізде стихотворение, ол бізде жаттау, иә? Стихотворение весеннего Нового года. Яғни бұл жерде бізде Наурыз мерекесінің тойланып жатқандығы айтылып жатыр. В стихотворении говорится о празднике Наурыз. Люди желают друг другу добра. Адамдар бір-біріне жақсы ниеттерін айтып, құттықтап жатыр. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Прочитай, назови продукты, которые необходимы для приготовления праздничных блюд. Яғни, мынаны оқып, осы жерде мерекелік дастарханға дайындалатын тағамның не қосу керек ішіне, соны айтып сұрап жатыр. Наурыз көже, яғни Наурыз көже өзімізді. Біз ол жерге не қосамыз? Вода, су, соль, тұз, курт или айран. Яғни құрт немесе айран қосамыз ба деп жатыр. Сосын ет, мясо қосамыз, пшеница. Яғни не қосамыз? Әртүрлі дәнді дақылдар қосады екенбіз. Салат жайлау, яғни бұл жерде салат жайлау. Бұл жерге не қосады екенбіз? Помидоры, яғни қызанақ, огурцы, қияр және зеленый лук, көк пияз қосады екенбіз. Лепешки это банан, яғни табанан. Табананды біздің құрамында не болады екен? Мука, молоко. Напиток шубат, яғни шубатта бізде ол да дастарханымызда болады, мерекелік дастарханымызда. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Напиши предложение в тетради. Мына сөйлемді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Наурыз көже – главное блюдо праздника Наурыз. Яғни Наурыз көже бұл Наурыз мерекесінің ең басты тағамы. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Прочитайте названия продуктов, обсудите с одноклассником, какие из них полезные, назовите их. Мына жерде осында тұрған тамақтардың, яғни қайсысы, керек заттардың қайсысы бізге пайдалы, соны айтып өтіңдер деп жатыр. Яғни не бар бұл жерде? Колбаса, шұжық, чипсы, сыр, морковь, яйцо, йогурт, хлеб, банан, сок, кола, картофель фри. Так, полезные продукты: сыр, морковь, яйцо, йогурт, хлеб, нан, сок. Яғни бізге пайдалы тағамдар, олар бізде сәбіз, ірімшік, жұмыртқа, нан, банан, сок екен балалар. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Прочитайте диалог, рассмотрите картинки, сравните продукты по размеру, составьте диалоги. Ананас больше, чем апельсин. Яғни ананас апельсиннен үлкен деп жатыр. Да, ананас больше, чем апельсин. Я. Ананас апельсиннен үлкен. Чеснок меньше, чем яблоко. Яғни бізде бұл сарымсақ алмадан кішкентай деп жатыр. Да, чеснок меньше, чем яблоко. Яғни алмадан сарымсақ кішкентай деп жатыр. Больше үлкенірек, меньше кішірек. Ананас, апельсин, яблоко, чеснок.
Так. Ананас больше, чем яблоко. Да, ананас больше, чем яблоко. Чеснок меньше, чем апельсин. Да, чеснок меньше, чем апельсин. Упражнение номер 6. Алғашқы послушайте стихотворение Ачуана. Өлеңді, яғни мынау жаттауды тыңдаймыз, ол не туралы? Шубат. Что за вкус и аромат? Пиалы разлить шубат. Хочешь пить? Попей шубат. Хочешь есть? Поешь шубат. Слаще меда наш шубат, так в народе говорят. Как волшебный эликсир, он тебе прибавит сил. Жанаев. Яғни бізде бұл жерде не туралы айтып жатыр? Шубат туралы айтылып жатыр, иә? Теперь ответьте на вопросы. Напишите в тетради, закончите предложение сөйлемдер, аяқтап дәптерлеріңе жазып алыңдар. Я думаю, что шубат это, мына жерде көмекші сөздер бар. Полезный, вкусный, кислый, жирный, молочный. Я думаю, шубат это полезный, вкусный напиток. Балалар, бізде бұл жерде не туралы үйрендік бүгін? Самое важное. Яғни біз наурыз мерекесі туралы айттық. Праздники наурыз. Тағы полезные продукты назовите еще раз. Сыр, морковь, яйцо, йогурт, хлеб, банан и сок. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.